Қайырлы күн, Базарлай YouTube арнасының көрермендері, бізде кезекті шығарылым. Бұл әрине мал базар. Мал базарда Құрбан айт мерекесіне орай бағаларды сіздерге сараптаған болатындығымыз. Енді мереке аяқталды. Баға қандай болып жатыр? Біз бүгін соны анықтайтын боламыз. Кет. Көрермен, мал жанға өте жаны құмар адамдар базарды күнделікті осылай бақылап отырады. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль 11 демек ордалы ағайын. Менің стилім маралым, стилім қазалы. Ей Құдай, сексеуілден жақындарым бізді бақылы. Міне базардың кіреберіс бөлігі, қызу тіршілік, адамдарды, қала тұрғындарын көп байқап отырмыз. Жалпы бүгін базардағы малдарға сұраныс өте жоғары деп есептеуге болады. Өткен шығарылымдарда байқағандарыңыздай, міне қойдың саудасы мына жерге дейін созылған болатын. Өйткені бұл Құрбан айт мерекесіндегі жағдай еді. Ал бүгін міне қойдың қарасы аз. Бұл нені білдіреді? Жалпы бүгінгі базарда ірі қараның саудасы жүріп тұрғандығын көрінісі деуге болады. Қайырлы күн, қалайсыздар, жақсыздар ма? Мына әдеттегідей күнделікті өздеріңізді қауыштырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін байқап отырмыз, қой саны өте аз. Не себепті? Кеше Құрбан айтқа көп мал кетті, сойыс көп, сойылған. Құрбандыққа шалып атқандар көп. Жаңағы ақшасы барлар, ақшасы жоқтар, өздерінің қалталарына қарап алып кетіп жатыр. Сойып жатыр. Бүгін қанша бас мал алып келдіңіз өзіңіз? Өзім 6 бас алып келдім. 3 қозы, 3 қой алып келіп тұрмын. Жалпы саушылар қалай енді Құрбан айттан кейін? Қойға деген, жалпы тоқты қозыға деген? Көп сұрап жатыр. Қозыны бақсам деп алғысы келіп жатқандар бар. Қойды сойысқа алам дейді. Көп сұраныс. Бағаларына тоқталшы, мынау қозыларыңыз қанша болады? Қозыларымды 35 деп тұрмын. 30-дан беремін. Қойларымды 75 деп тұрмын. 72-ден, 73-ден берем. Саудасын берсін. Аумин. Я, өтіп кетсін бүгінгі базардың. Алды сіз болсын. Аумин. Міне көрермен, ең қызықты контент. Мынау ірі қараны газельмен алып келгенді көрдік. Бірақ кранмен алғаш рет көріп тұрмыз. Кранмен әкеп жатыр ірі қараны. Бұл енді бүгінгі базардағы керемет көріністер осындай. Жалпы енді кіреберістен ақ байқалып тұр. Бүгін сиыр саудасының қызу шағында екенін байқап тұрмыз. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем, тұрсам да жалғанаш. Мен стилім үлде бөлек, терен өзек. Мен стилім қара бұқа қаш, сені сүзет. Стилім Ньюкасл, жаны қорған, тарихта толы дорба, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық балдар. Стиль таза Қызылорда. Қаншадан кетіп жатыр? 50-ден? 50-ден алып жатсыз ба? 51-ге берейін саған. Сұмдық. Өзім мүлін төсегім, ерекше бұл қалада өкпеге оттегі. Кім болсың да табылады бас бұстайтын эго. Той себя тут строить шашылады бұтты лего. Егінге жақынрақ жоқ бізде веган. Балдардың бәрі Құрбан айттың бірден аяқталғанын көрсетіп тұр. Қойларыңыз 50 мыңнан кетіп жатыр. Қанша болып жатыр? Жоқ. Диги үйдің дрегі. Қыздардың бәрі студаш, покрути Volkswagen. Стройный штрих-код, шик-тик. Оп, бәрі келді. Бастары да кетеді. Алып денелі қошқарларды байқап отқан шығарсыздар. Бағасын білетін боламыз. Жалпы енді 4 жасар, 5 жасар қошқарлар секілді. 2 жасарлар ма? Бағасына сұрайық қазір егесінен. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Бағаларына тоқталып киімі бар ма? Кемі 5 мың ғой. Аршетіндегі лақ па не қандай? Сатылмай ма? Алған ғой. Қанша келі ет берді сойғаныңыз? 40 беріп шығар деп тұрмын. Вайттана келдік. Оп, бәрі келді. Ұшырып әкетеміз тағып алып белді. Оп, бәрі келді. Стиль таза кісі оп, қимылдады белді.
мынау қазақта керемет сөз бар, есің кетсе ешкі бақ дейді. Мынау бүгінгі ешкілердің көрінісі, қазір бағасын білейік. Бұл енді бүгінгі базардан байқап жатқанымыз тәуір ешкілердің сипаты. Саламатсыз ба? Мынау ешкілердің бағасына тоқталайық. Ең арзаны қанша болып жатыр? 15 мыңнан басталады, иә. 30-35-ке дейін ғой. Ең қымбаты 35 мың ғой, иә? Иә, иә. Бұлар сүт бағытында ма? Қалай? Иә, қолдануға да, сойып жеуге де. Қазақ ешкілер ғой, иә? Породасы қазақ, Иә, иә? иә, қазақ ешкілер ғой. Саудасын берсін. Мынау бүгінгі базардың ең үлкен қойларын, қошқарларын көріп тұрмыз. Жалпы егесінің айтуы бойынша 150 мың теңге дейді. Жалпы ет бағытында керемет нұсқа біздің көрермендер үшін. Мынау қымбатты көрермендер, біздің өткен шығарылымдарымызда байқағандай, мына жерде аяқ басар, ине шаншыр орын болмағандығын, аяғымыз осы қой мен қозыға шалынып, мынау ірі қара бетке осы айналып өткен болатын тұғымыз. Енді бүгін байқап отырсыздар, мына орындардың бәрі бос тұр. Бұл құрбан айттағыдан кейінгі көрініс. Өздеріңіз байқағандай, Қызылордада қой өте жоқ деуге толықтай негіз бар. Топ ап бәрекелді, әрі-бері шайқап келді. Мынау жалпы бүгінгі көріністің ең керемет сәті мынау кранмен келген сиырлар. Жаңа егесінен бағасын білдік. Бір басына 500 мың теңге сұрап тұр екен. Жалпы кранмен келетіндей бар екен. Стиль таза Қызылорда, мұнда бұзық малдар. Стиль таза Қызылорда. Қызыл Париж, мои родные края. Мое детство, велосипед, Сырдарья. Міне біз ірі қараның саудасына жақындап келе жатырмыз. Міне бүгін өте көп ірі қараның санында шек жоқ. Өткен құрбан айттағы қойлар секілді аяғымызға шалынып жатыр. Міне баспақтарда жаңа қожайыны әр басын 240 мың теңгеден сатып алған екен. Жара, теряешь рассудок, самый мощный. Ты знаешь откуда, по дворам кружи. 650 мың. Қанша литр сүті бар? 14 литр бар. 14 литр. Сүт бағытындағы. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, жақсыз ба? Қанша литр сүті бар? Сол менде қарап отырмын. Сендер кино түсіретіндесің адам түсіріп жүрмеңдер ме? Жоқ, малды түсіреміз ғой біз. Ана кісіден сұраңыз бағасын. Сүті бірінші тума ғой? Бірінші тума. Анау сүтті қаша сиыр. Еліне жоқ екен, сол байқап тұрмын ғой. Енді анау да бар, анау да бар. Мынаның сиыр дұрыстау екен. 4 литр сүт бар дейді анада. Қалай ойлайсыз? Бар. Мынау қашары бағасын білетін боламыз. Қанша болып жатыр аға? Қаншаға сатылды? Мынау 450. Қанша литр сүті бар? 7 литр сүті бар. Мына теппейді ма? Ұстап көрсек. Сүті ит тұр ғой. Астына ұшқан сөз деп құдашылар көре бер. Жаңа бұяқта ютубта құдашылар айтып жүр, ойындар келе бер. Өте. Сүтінің өзі үйіп тұр екен бет. Ұстасаң сауылып жатыр. Қанша болып жатыр? Қанша болып жатыр? Сіздікі ма? Қанша болып жатыр? 400 деп тұрмын. 400. Бұзау қайсы? Бұзау артында тұр. Осы қаланыкі ма? Қай жақтан келіп тұрсыз? Нағида. Нағидан. Қанша деп жатсыз мынау? Егесі жоқ сиыр екен. Ұзын екен. Асабаш сіздер қанша деп жатсыз аға? 480.
Мынау бұзау мынау ғой, иә? Жатқа. Теппей маға ұстап көрсет. А? Қанша литр сүті бар аға? Иә. На кемі қанша болады аға? Қанша? 470 ба? Сіз кім аға? Жақсы екен. Мына беті бұзаулы сиырда, мына беті байқап отырсыздар, қашар, қысыр қалған сиырлар. Мынау бұқа түріне ет бағытында. Мынау 1 жасар, 2 жасар бұқа. Қожайын қанша сұрап тұрса ағай? 370 мың дейді. Қанша келі ет бар аға, сойса? Құрметті көрермен, 370 мыңға татиды ма, татымайды ма, өздеріңіз пікірге қалдыра кетіңіздер. Қанша келі ет береді? Жобасында өздеріңіз жаза кетіңіздер. Қымбатты көрермендер, мынау ірі қарадағы базарда шолып шықтық. Ең қымбат сиырды біз байқағамыз 650 мың теңгеге көрдік. 14 литр сүті бар екен. Сондай-ақ баспақтардың бағасы 240 мың теңгеден саудаланыпты. Мынау ет бағытындағы бұқалар бұл 300 мың мен 400 мың арасында. Қымбатты көрермен, базарға ірі қара іздеп баспақ аламын деген ойларыңыз болса, кем дегенде 250 мың теңге мен 500 мың арасында ақша алып келіп саудалассаңыздар болады. Танцы, что Кызыл Париж, это не во Франции, это казахский легион, 11-й регион, рядом Изюма, Искра и Горючий, Гетто-Докс и Белучи. Біз жылқы саудасына қарай бетбұрыс жасадық. Өздеріңіз байқап тұрсыздар, кісінеп кәдімгідей мінез көрсетіп тұрған жылқыларды байқап отқан шығарсыздар. Бағасын бірге білетін боламыз қазір. Классика ветром сдувает года, Қанша мынау? но мой стиль таза Қызылорда. Негесің? Мынау базарда қылық шығарып тұрған айғыр, бағасы 1,5 миллион теңге. Таза Қызылорда. Мына 3 бас тайды көріп отырмыз. Күйі жақсы. Былай союға да ыңғайы бар тайлар екен. Бағасын қазір білейік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы. Қанша? 350 мыңнан деп тұрсыз ба? Кемі қанша? Шамал кемі бар, 10 мың кемі. 10 мың ба? Жетікөлден келіп тұр ғой, иә? Құрметті көрермендер, мына қой саудасында белгілі кәсіпкеріміз, кәсіпкер Абзал ағамызды бүгін базардан байқамаған болатын тұғымыз. Бұл базарда қалай қалт жіберді деп өзімізде де сұрақ туындаған еді. Әйтсе де Абзал ағамызды жылқы саудасынан байқап отырмыз. Қойларын тауысып осы жылқыға қарай бетбұрыс жасап кетті. Ассалаумағалейкум. Ой, қалайсыз? Жақсысыз ба, жағдайыңыз қалай? Сізді қой жақтан таппай, жылқы жақта кездестіріп жатырмыз. Енді бүгін жалпы жылқы сатуға шығып кетіпсіз, е? Біз андай, Аллаға шүкір, рахмет өздеріңе. Бірінші Алла, одан кейін өздеріңе көптен көп рахмет. Мынандай жылқыны, осындай қойды рекламат еткендеріңе. Бүкіл енді Қызылорда облысы десек 70% біледі ғой біздің үйде. Мысалға, үйде де, шаруашылықты да, қойдың балдары да, соны біздің неміз видеомыз хит болып кетті өзі. Сол жағы бәрі шығып айтып жатыр не қыл деп, осылай деп. Біз енді Аллаға шүкір, общем, былай айтқанда 3200 бас сатыппыз Құрбан айттың кезінде. Оны Атырауға жібергеніміз бар, Ақтауға жібергеніміз бар, Жан-жаққа жібергеніміз бар, Қазақстанда. Қызылордаға 1200 басымызды сатып болдық. Оны сендердің арқаларың, одан кейін Алладан кейін.
сонымен енді қазір мына жылқыға көшіп кеттік. Біз құрбан айттан кейін малымыз тауысқаннан кейін бірден жылқыға жібереміз ғой балдарды. Біз үш ағайынды жігітпіз. Үшеуміз кезектесіп таси береміз. Біреуміз жылқыға кетіп жатсақ, біреуміз сиырға кетеміз, біреуміз қойға кетеміз. Енді мына жылқыны әкеп, жылқыны осы кеше туған ағам мен құрбан айтта жүргенде ол кісі барып келген тұғын. Сол 150 бас жылқы келген, соны саттық мысалға. Тайларға тоқталайықшы. Қай жақтан келді? Орал қаласы. Басын әр басына қаншадан сұрап жатсыз? Бұның әр басына 270 мыңнан сұрап жатыр. Бұл Орал қаласы Орда совхозынан келіп тұр әр жағынан. Оралдың әр жағында 500 километр жерден. Бәрі оптым сатып жатыр. 150 бас алып келдім десе, енді қанша бас қалды енді бүгінгі базар? Нарда общий 130 басы бір жерге оптым сатылды Ақбарысқа. Мынарда қазір 20 бас ғана қалды. 20 бас. Иә. Оларды 300 мың теңгеден бердік. Налар арт жағын 270 мың теңге, 250 мың теңгеден береміз деп тұр. Бұл да уже қазір кетеді, құда қаласа уже алайын деп тұрған кісілер. Уже жаңа қожайындар бар дейсіз ғой? Иә, жаңа қожайындар бар ғой. Бүгінгі енді базардың аяқ алысы қалай енді? Жалпы байқап жатырмыз, қой саудасының мазасы жоқ секілді, бүгін бәрі осы ірі қара жылқы саудасында жүрген секілді. Бұны немен байланыстыруға болады? Біз енді қой саудасынан не алатын болсақ, бүгінгі базарда қой пәсте жоқ есебі. Құрбан айтта біраз сойып тастаған, өзіміз үйден сататын қой таппай жатырмық қазір. Енді бұл. Бірақ жылқы жақта сауда болып тұр. Қойда в общем сауда тоқтады. В общем тоқтат десек те болады. Келер жылға Құдай қаласа, Алла беріп нәсіп етсе, келер жылға дайындалайық осындай құрбан айтқа. Сондай. Саудасы емесін әбеке, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен енді осындай жылқы жақтан табасың деп, құрбан айтты кезде ғой қойдан табатын. Дұрыс. Назарларыңызда болған белгілі кәсіпкер Абзал ағамыз енді келесі құрбан айтқа дейін осы жылқының маңында боламын дейді. Стиль таза Қызылорда, бұзық алда. Стиль таза Қызылорда, бұзық алда. Стиль таза Қызылорда. Әбекеңнің ақша санауысын байқап тұрған шығарсыздар. Ақша санайтын аппараттың өзі әбекеңнің қасында жолда қалады. Мынау Ақтөбеден келген тайлар. Қожайыны егер осы барлығын алатын болса 230 мыңнан берем дейді. Күнделікті осы мал базарда болады екен, күн түні. Сондықтан бұл да бір керемет ұсыныс деп айтуға болады. 230 мыңнан осындай тайдың қожайыны болуға. Құрметті көрермен, біздің Малбазардағы бүгінгі шолуымыз осы жерден тәмам. Байқадыңыздар, жылқының да, ірі қараның да бағасын сіздерге ұсындық. Бүгінгі базарда жалпы бүгінгі базарда жүріп байқағанымыз, бүгін қой саудасының аяқ алысы өте нашар. Бүгінгі жұртшылық жылқы мен ірі қарада болды. Сондықтан біздің арнамызға әрдайым бақылаңыздар. Сіздер үшін тиімді баға, сапалы контент ұсынамыз. Біздің каналымызға жазылып, пікір қалдырып, қоңырау басып қойыңыздар. Армақшы стилім алғашқы Астана, Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда, стиль таза Қызылорда.